Сағат түскі 12 шамасы. Каспий теңізі маңындағы Парус кафесінің алды әдеттегідей жайбарақат жүрген тұрғындарға толы. Ары-бері өткен көліктер. Ересектер жұмысқа бара жатса, оқушылар мектепке бара жатыр. Яғни қалыпты күн. Бір кезде жан ұшыра айқайлаған ер адамның дауысы тұрғындарды елең еткізді. Ал атылған оқтың дыбыстары естіле бастағанда, шошыған жұрт жан-жаққа тым-тырақай қаша жөнелді. Еріксіз куәгерлерге 90-шы жылдардағы криминалдық разборкалар қайта оралғандай көрінгені бар. Қуыс-қуысқа тығылған тұрғындар жарыса полицияға қоңырау шала бастады. Бұл 201-ші қылмыстық іс. Ақтау. Шыны керек, трейдинг саласы қиын болып көрінеді. Көптеген түсініксіз сөздер мен терминдер, тәуекел және тағысын тағы. Тек есепшілік білімі бар адамдарға арналғандай. Бірақ Pocket Option'ды байқап көріп, мен ойлағандай қиын емес екенін түсіндім. Аталмыш алаң ыңғайлы әрі өте ұғынықты. Яғни кәсіпқой болу міндетті емес. Таңдау мүмкіндігі орасан зор. Яғни валюта, акциялар, индекстер және крипта секілді 130-дан астам активтермен сауда жасауға болады. Ең бастысы 24-те 7 жұмыс жасайды. Ал табыстылығы 92%-ға дейін. Аталмыш телеграм арна сауда жасауды едәуір жеңілдеткені бар. Атауы Чел Спатриков. Әкімшісінің тәжірибесі мол. Өзі сауда жасайды. Сондай-ақ айқын белгілер беріп, нарықты ауызекі тілде түсіндіреді. Оған қоса тікелей эфирлер өткізіп тұратындықтан қарап отырып үйрену мүмкіндігі бар. Яғни оның артынан қайталап бәрін ұғынуға болады. Бос әңгіме немесе сылдырсу жоқ. Телеграмды ашып, белгіні көріп, мәміле жасау. Сілтемесін төменде қалдырдым. Трейдинг саласына қызыққандар болса, қарап көріңіздер. Түскі уақытта жергілікті полиция бөлімшесінің телефондары жарылып жатты. Бірінің артынан бірі қоңырау шалған адамдар әлде бір төбелеспен атыстың куәгері болғандарын хабарлауда. Айтуларынша, оқиға 4-ші ықшамауданда орналасқан Парус кафесінің алдында болған. Бір топ адам әлде бір жігітті соққыға жығып, атып кеткен көрінеді. Оқиға орнына сақшылар дереу аттанды. Кафенің алды тұрғындарға лық толы, ал жаяу жол үстінде қан жоса болған ер адам жатыр. Бірақ аузы мұрнынан қан кетіп, өз қанына қақалып жатқандықтан сақшылардың онымен тілдесуге мүмкіндігі болмады. Аталмыш кадрларды YouTube'та көрсетуге болмайды. Сондықтан тек Telegram каналыма салуға мәжбүрмін. Сілтемесі әдеттегідей төменде. Көп ұзамай оқиға орнына жедел жәрдем келді. Алайда тым кеш. Жараланған ер адам мерт болып кетті. Мәйітті алып кеткен соң, сақшылардың бірі оқиға орнын шолуға кіріссе, басқалары куәгерлерді жауап қала бастайды. Қанды оқиға барысын кем дегенде 15 шақты адам көрген. Бірақ ешбірі төбелеске қатысқан адамдардың жүздерін көрмеген болып шықты. Бәлкім айтуға аяқ тартқан болар. Себебі тапатал түсте, қаланың қақ ортасында, топырлаған тұрғындардың көзінше қаймықпай оқ атқандарына қарағанда, қанішерлердің оңай адамдар емес екені анық. Сондықтан қажетті жауаптар бермеген куәгерлерді түсінуге болады. Енді тергеушілер жақын маңдағы бейнебақылау камераларын шолып, қарауға кірісті. Алайда бұл әрекетте ешқандай нәтиже берген жоқ. Оқиға барысы таспаланған бейне жазбалар табылғанымен сапасы тым төмен. Қанішерлердің жүздері анық көрінбейді, яғни тану мүмкін емес. Көп ұзамай марқұмның жеке басы анықталды. Ол 32 жастағы Александр Панкратьев. Жеке кәсіпкер, 2 баланың әкесі. Бұрын соңды істі болмаған, қылмыс әлеміне қатысы жоқ. Бизнесі сауда-саттықпен байланысты. Аталмыш жайт анықталған соң, тергеушілерде келесі тұжырым пайда болды. Бәлкім марқұмды бәсекелестері тапсырыспен өлтірген болар. Бірақ кәсібі шағын, табысы айтарлықтай көп емес. Сондықтан бәсекелестердің тапсырысы жайлы тұжырым қисынға келмей тұр. Көп ұзамай, оқиға орнынан 200 метр қашықтықтан марқұмның джип көлігі анықталды. Салонын шолған сақшылар қызықты жайттарға тап болғаны бар. Көліктен бейсбол битасы және бірнеше бәкі пышақтары табылды. Бірақ қызықтың көкесі көлікте орнатылған бейне тіркеуіштен анықталды.
Бейнежазбада марқұм Александр танысымен телефон арқылы сөйлесіп, бір күн бұрын әлде бір боқмұрындарымен сөзге келіп қалғанын айтып жатыр. Әлгі боқмұрындар оған тіпті мылтықпен сес көрсеткен екен. Что вытаскиваете? Кого вытаскиваете? Пусть смотрит хотя бы, куда вытаскивать, на кого вытаскивать. Потом бегаем, чаевые какие-то или тоскова, какой. Сейчас меня не смольнул, да, для кого-нибудь отель. Бірақ бейнежазбадағы дыбыс сапасы нашар болғандықтан толығымен түсіну қиынға түскені бар. Ал жауапқа алынған марқұмның жұбайы күйеуінің видеода айтқан сөздерін растап, әлде бір жанжалдың болғанын хабарлайды. Айтуынша, оқиға Ту сағасының гаражында орын алған екен. Бірақ оқиғаның мән-жайын толық білмейтіндігін айтады. Енді тергеушілер әлгі Ту сағасын жауапқа ала бастайды. Ағасының есімі қарапайым болғанымен тегі қызық. Денис Сковорода. Жауапқа алынған Сковорода гаражда болған ерегістің мән-жайын толығымен баяндап береді. Айтуынша, ол бірнеше ай бұрын әлде бір 19 жастағы Никита деген жігітке көлігін сатқан. Бірақ ақшаны бөліп төлеуге келіскен екен. Сатып алушы төлемді кешіктіріп жіберген соң, Сковорода көлігін тартып алыпты. Ал 17 ақпан күні сатып алушы Сковородаға хабарласып, көлікте ұялы телефоны қалып кеткенін айтқан. Еш арамойы жоқ Сковорода оны гаражына шақырып, телефонды алып кетуге рұқсат берген. Нәтижесінде гаражға әлгі сатып алушы Никита досымен бірге келеді. Бірақ Сковорода көлік қобдишасынан табылған ескі телефонды бергенде Никита алудан бас тартқан. Себебі оның телефоны жаңа әрі соңғы маркалы болған көрінеді. Сковорода бұдан басқа телефон таппағанын айтып ақталғанымен, Никита жоғалған телефонның орнына тура сондай жаңасын қойып беруді талап етеді. Сөйтіп араларында жанжал туып, Сковороданы соққыға жыққан. Жас балалардан таяқ жегеніне заланған ол, інісі Александрды көмекке шақырады. Жақын маңда тұратын болғандықтан, қолына бита ұстаған Александр бірнеше минутта жүгіріп келген. Қолына бита ұстаған адамды көрген бойда, әлгі Никита шолақ мылтығын шығарып кезейді де, сұр түсті көліктеріне отырып тайып тұрады. Ал арттарынан ілесіп қуған Александр көліктің мемлекеттік номерін жаттап алады. Сөйтіп ағасына әлгі боқмұрындарды тауып, сазайын беруге уәде берген. Бірақ Сковорода ашулы адамның сандырағы деп, інісінің сөзіне аса мән бермеген екен. Көп ұзамай, бір сағаттың ішінде гаражға келген екі жігіттің жеке бастары анықталып, құрықталды. Олар 19 жастағы Никита Гребенщиков және 18 жастағы Алексей Серезидинов. Екі жігіт гараждағы ерегістің болғанын растағанымен, марқұмның өліміне қатыстары жоқтығын мәлімдейді. Ал атыстың болғаны жайлы қалада гулеп жүрген сыбыстардан білгенін айтады. Сақшылар екі жігітті қамаққа алып, жауаптарын тексеруге кірісті. Алайда бірнеше сағаттан кейін тергеушілер күтпеген жайтқа тап болды. Тергеушілер күдіктілердің жеке өмірін және жауаптарын тексеріп жатқанда, кезекшілікте тұрған сақшы кабинетке әлде бір жігітті ертіп әкеледі. Әлгі жігіт бөлімшеге келіп, Александр Панкратевтің өліміне қатысты тың дерегі бар екенін айтқан екен. Өзін Арғын Туралиев деп таныстырған 19 жастағы жігіттің жауабын естігенде, тергеушінің абдырап қалғаны бар. Ол ай-шай жоқ, Панкратевті атып өлтіргенін мойындайды. Айтуынша, ол ешкімді өлтіргісі келмеген, ал орын алған қайғылы жағдай жазатайым. Сөйтіп оқиға барысын бүге шүгесіне дейін баяндай жөнелді. Мен кінәлі екенін мойындаймын. Аталмыш күні Панкратев таң атпай салық комитетіне аттанған екен. Сөйтіп бірнеше сағат салыққа қатысты мәселелерін шешіп, үйіне қайтып бара жатқан. Алайда жол бойында тұрған сұр түсті көлікті байқап, дереу тоқтайды. Бұл көлік ағасының гаражында ерегескен жігіттерге тиесілі болатын. Мемлекеттік нөмірі де сол. Аталмыш көлік 18 жастағы Алексей Серезидиновтікі болатын. Нәтижесінде көлігінің дабылы, яғни сигнализациясы қосылған соң, Серезидинов аулаға шығып, мемлекеттік нөмірін шешіп жатқан Панкратевке тап болады.
Бірақ қасына баруға дәті бармай, тек алыстан айқайлап балағаттаумен шектелген. Ал Панкратив болса, тез арада келуін талап етеді. Әйтпесе көлігінің быт-шытын шығаратынын айтқан. Зәре-құты қашқан Серезетдинов көршілес тұратын достары Гребенщиков және Туралиевке қоңырау шалып, көмек сұраған. Нәтижесінде Гребенщиков бірнеше минутта жетіп келеді. Сөйтіп Серезетдинов екеуі жабылып, Панкративпен төбелесе кеткен. Ал Туралиев сәл алыстау тұратындықтан 15 минутқа кешігіп келеді. Бірақ кешіккенімен бос келген жоқ. Ол жеңіне жасырып, шолақ мылтық алып келген болатын. Екі жігітпен алысып жатқан Панкратив, үшінші жігіттің жүгіріп келе жатқан байқаған соң, оқиға орнынан қаша жөнеледі. Алайда үшінші жігіттің оны жіберетін ойы болған жоқ. Екі жігітпен төбелескендіктен қатты шаршаған Панкратив жылдам жүгіре алмады. Ал ізіне түскен Туралиев болса, жеңінен шолақ мылтығын шығарып, артынан оқ атады. Бытыра оқ арқасына тиіп, Панкративтің өкпесі аса ауыр жараланды. Сондықтан жерге құлаған ол қырылдап тұншыға бастайды. Бірнеше секундтан кейін аузы мұрнынан қан кетіп, өз қанына қақала бастаған. Мұны көрген үш достың зәресі қашып, үшеу үш жаққа тайып тұрады. Ал Туралиев болса, теңізге қарай бет алып, мылтығын Каспийге лақтырып жіберген. Тергеу барысында қылмысын толық мойындаған Туралиев сот барысында жауаптарын өзгерте бастады. Айтуынша, марқұмға мылтығын дәлдеп атпаған, тек қорқыту үшін аспанға қарай атқан екен. Бірақ оқтың қалай тиіп кеткенін білмейтінін айтады. Яғни қылмысының астарында қасақана пиғыл болмаған. Ал қорғаушысы болса, Туралиевтің әкесіз өскенін және анасының жалғыз қамқоршысы екенін ескеруді сұрайды. Оған қоса, оның бостандықта жүкті сүйіктісі бар екенін және өз еркімен келіп қылмысын мойындағанын қаперге алуды өтінеді. Алайда құрықталған күні сотталушының қанынан есірткі табылған болатын. Ал бұл жайт жазаны ауырлататын дәйек. Нәтижесінде 19 жастағы Арғын Туралиев 14 жылға қамалды. Қызығы, Гребенщиков және Серезетдинов сотқа куәгер ретінде қатысқан. Соған қарағанда тергеуге барынша атсалысқан секілді. Десек те, Гребенщиков бостандықта ұзақ жүрген жоқ. Бірнеше жылдан кейін басқа іс бойынша сотталып, 4 жылға қамалып кетті. Бірақ түрмедегі өмірі де ұзаққа созылған жоқ. Ауыр дертке шалдығып, мұрны тірідей шірей бастаған. Нәтижесінде 2017 жылы қайтыс болды. Ал Серезетдиновтың тағдыры белгісіз. Деректерге сенсек, басқа қалаға көшіп кеткен көрінеді. Арнаға жазылуды ұмытпағайсыздар. Абай болайық. Thank you.